Шоманай районы халқы. Бүгін 8 март Хаял қызлар күні мünәсәбәте менен районлық мәдениет бөлімінде хаял қызларымыз үшін шөркемләштірілген ажайып концерт бағдарламасы болып өтпекте. Демек, сіздер менен бірге концертті тамашалаймыз. Байрам жүдә жоғары кейпиятта өтпекте. Біз болса районымыздың белсенді хаял қызларының бірі. Диханабад ауыл бұқаралар жиыны хаял қызлар белсендісі Лариса Достаева менен сәубетлесеміз. Ассаламу алейкум. Байрам жүдә ажайып өтпекте, солай емес пе? Жақсы өтіп жатыр. Жоғары кейпиятта. Елімізде хаял қызларымызға қаратылып, жаратылып беріліп жатырған имканиятлар хақында аз болса да айтып берсеңіз. Міне биылғы жылы әсіресе хаял қызларға деген имканиятлар жүдә көп жаратылып жатқан, әсіресе президентіміздің шығарған қарары хаял қызларға деген квоталары мені жүдә қуандырады. Бұрын студент талабалық несіне іле алмай жүретін еді. Әзір мыңдаған қызларымыз студентлік несіне мияссар болып жатырды. Әсіресе мына магистрда оқығандардың контракт пулларын үкімет тарапынан төлеп беріліп жатыр хаял қызларға. Шоманай районында хаял қызлар байрамы жоғары көтеріңкі рухта өтіп жатырды. Біздер бұған жүдә қуанышлымыз. Осы мünәсәбәттен пайдаланып, мен бүткіл еліміздегі хаял қызларды бүгінгі 8 март байрамы менен шын жүректен Шоманай халқының хаял қызлары атынан шын жүректен құттықтаймын. Үйімізде болып атырған. Демек, байрам құттықтауын давам етеміз. Шоманай районы баспасөз Нурания, депутат, халқымызға белгілі шайыр Қалбай аға Науризовтың Шоманай районы хаял қызларына болған байрам құттықтауын тыңлаймыз. Мархамат. Ассаламу алейкум. Хаял қызларымыздың өмірде түскен орны жүдә ұлы. Бұндай деген сөз бұл инсанияттың жаратушысы аналар. Бүткіл дүния жүзі аналардың байрамын белгілейді. Шоманай районында да бұл байрам салтанатпен белгіленбекте. Мен өзімнің атымнан барша Шоманай район хаял қызларын шын қалбімнен құттықтаймын. Көріп тұрғаныңыздай байрам давамында Шоманай районы әкімлігі тарапынан анақаларымызға байрам сауғалары тапсырылмақта. Осымен бүгінгі байрам кешесі өз жұмағына жетті. Әрбір күніңіз байрамларға толы болсын деп сізбен